Бүгін ойын алаңын тазалаймыз. Ойын жабдықтарын қарасам, барлығы лас болып кетіпті. Қызымның ұйықтап жатқанын пайдалана отырып, шелек, щетка, кір сабынды алып келіп, барлығын ысқылап, кірін шығарып, жинауға кірісіп кеттім. Қасымда қызым жағаласып жүр, оған да ұнап жатыр мамасының сыртты жинап жатқанын. Мені ешқашан біреудің ойы алаңдатқан емес. Мен туралы не ойлап қалады, жұрт қалай дейді деген ой менің мүлде миыма кіріп шықпаған екен. Сондықтан жан-жақта өтіп атқан адамдарға да мән бермей, мына жерде ойнап жатқан балаларға күте тұрыңдар деп дәл шасқылап жуып жатырмын. Біздің кезімізде бұндай ойын алаңы мүлде болмаған. Арқалық қаласында болды, бірақ ол темірден еді. Күн ысығанда бірге сыйдын. Қазіргі балаларда арман жоқ. Мына жерге біреу наклейкасын жабыстырып кетті, соны ысқылаумен болдым. Бұрында кей үйлерде холодильникке наклейка жабыстырушы еді ғой, сол есіме түсіп тұрғаны бар емес пе. Мына кірдің езілгенін көріп, жанымның рахаттанып, көзімнің демалғанын-ай. Сосын екіншісіне көштім, сосын үшіншісіне көштім. Сықлап жуып жатқан кезде көршім келіп, мені чатқа салып жүріпті. Бәсе, чаттан қаптап сообщение келіп, рахмет, Алла разы болсын деген сообщениелерді оқып, риза болып қалдым. Қызым контентті өз қолына алыпты. Мен көршіммен сөйлесіп отырып, өзім не істеп жатқанымды ұмытып кетіппін. Әйтпесе басы бар, аяғы жоқ видео болатын еді. Ой, бұл жаным жақыннан түсіріп қояды. Мына жердің кірін көрдіңіздер ме? Осындай лас жерде біздің балаларымыз ойнап жүр. Тазалық денсаулық кепілі. Үйдің тазалығы кіреберістен басталады деп бұрында марқұм тәтем айта беретін еді. Таза болсаң, судай бол, бәрін жуып кетерсің деген қанатты сөз маған айтылғандай. Мына тазалыққа көзім тоймай, бір айналып өттім. Бұл видеоны аяғына дейін қарасаңыз, маған лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.